бізде кәсіби тарих ғылымы 20 ғасырда қазақ топырағында қалыптасты. Бірақ оның теориялық, методологиялық ұстанымы көңілге қонымсыз болды. Бізде тарихшы ғалымдар да қалыптасты 20 ғасырда. Тарих ғылымы да қалыптасты. Оның инфраструктурасы да қалыптасты. Яғни тарихшы мамандар даярлайтын университеттер, факультеттер ашылды. Ұлт тарихын зерттейтін ғылыми зерттеу институты ашылды. Мына ұлт тарих бойынша зерттеулерді жариялайтын журналдар да бар болатын, басылымдар да болды, кітаптар да жарық көрді. Сондықтан ұлттық тарих осы уақытқа шейін болмады деп айтуға болмайды. Оған ешқандай негіз жоқ. Ол жалпы дұрыс тұжырым емес. Мемлекеттік хатшының қойып отқаны басқа мәселеде, басқа деңгейде, басқа тұрғыдан қойып отыр. Ол кісінің айтып отырғаны, мынау біз тарихымызды осы қазіргі заман сұранысына лайық дәреже деңгейде мазмұнда қорытайық деп отыр. Мәселе жаңа тұрпатта, жаңа сипатты қорыту жөнінде сөз болып жатыр. Білдіңіз ба? Ал енді әрине ұлт тарихының көптеген мәселелері осы уақытқа шейін зерделенген, оны ешкімде жоққа шығара алмайды. Білдіңіз ба? Ал бірақ ұлт тарихын тұтас күйінде, оның о бастап кезеңдерінен бастап тұтас күйінде мынау кәдімгі бүгінгі сұранысқа лайық, мына біздің мемлекеттік дербестігімізге лайық дәреже деңгейде қайта қорытайық деген бұл дұрыс нәрсе. Тарихшылардың алдына қойылған міндет міне осы міндет. Жаңа сұранысқа, жаңа заманның жаңа сұранысына лайық дәреже деңгейде мазмұнда қорыту мәселесі қойылып отыр. Білдіңіз ба? Ал соған байланысты олай болса бізге жаңа теориялық, методологиялық ұстанымдар керек. Жаңа тұрпаттар, жаңа сипатта қорыту үшін жаңа методологиялық, теориялық ұстанымдар керек. Біздің осы уақытқа шейін басшылыққа алып келген методологиялық ұстанымдарымыз бұл белгілі дәрежеде, мен бір айтқан болар едім, көшірме ұстанымдар. Біз бұл тұрғыдан мысалға әрине мынау кезінде Мұхаммед Хайдар Дулаттың айтқан бір тұжырымы бар. Ғылымда шекара жоқ дейді. Нағыз ғылымда шекара жоқ. Білдіңіз ба? Сондықтан ол қазақтың мысалы біздің еліміздегі тарих ғылымы аспаннан түсе қалған жоқ, әйтпесе жерден шыққан жоқ. Білдіңіз ба? Ол әрине өзінің қалыптасу барысында бұрынғы іргелі мынау дәстүрі бар елдердің тарихнамасынан үйренеді. Оның озық дәстүрлерін, озық мысалы әдістерін, зерттеу әдістерін, талдау әдістерін қабылдайды. Сол негізде дамиды. Кез келген ғылым саласы сондай, білдіңіз ба? Сондықтан біз әрине әлемдік тарихнамадан үйренетін нәрсе бізге көп. Әлемдік тарихнама, мысалға сол кешегі мемлекеттік хатшы айтып өткен француз тарихнамасында ғажап әдістер бар, құралдар бар. Ұлт тарихын зерттеуге пайдалы. Сондай мысалға сондай әдістерді біз де игеруіміз керек. Бірақ бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік хатшының айтқан мынандай бір сөзі маған ұнады. Біздің осы қазақ тарихын зерттеуде, жазуда негізге алатын, басшылық алатын методологиялық ұстанымымыз ол біздің өзіміздің жүріп өткен жолымыздан, халқымыздың, ұлтымыздың жүріп өткен жолынан, даму ерекшелігінен туындауға тиіс. Сонда ғана ол осы ұлт тарихын аша алады. Ал біздің жаңағы методологиялық ұстанымымыз ол көшірме болмау керек. Басқа ұлттардан, басқа елдерден алған. Ал біздің ұстанымыз сол ұлттың жүріп өткен жолынан, оның ерекшеліктерінен, ұлттың мынау болмысынан содан туындап жату керек. Білдіңіз ба? Сонда ғана ол кәдімгі ұлт тарихын ашатын құралға айналады. Міне осы тұрғыдан осы біз түсінуіміз керек қой деп ойлаймын, мемлекеттік хатшының айтқанын. Ал енді мынау біз сондықтан мына халқымыз, осы ұлтымыздың тарихын жаңа сапа, жаңа мазмұнда қорыту үшін біздің мүмкіндігіміз Құдайға шүкір бар. Бар қазір. Бізде оған кадрларды жетеді. Кадрлардың даярлығы бар, кадрлар да бар, Құдайға шүкір. Сондықтан біз қазір уақытта жаңағы осы тарихшылар менен биліктің арасында өзара үйлесімділік болу керек, өзара түсіністік болу керек. Мәселе қойылған дұрыс, олай болса мемлекет ары қарай тарихшылардың жұмысын қолдау керек. Ілгерілі мәселелерді бойынша зерттеу жұмыстарына тапсырыс берген жөн. Білдіңіз ба? Ал оны тарихшылар тура түсініп, тура қабылдап, жоғары кәсіби деңгейде жұмыс жасау керек.
сонда менің түсінігім бойынша әрине біз тарихымызды жаңа сапада, жаңа көзқарас тұрғысынан қорыта аламыз деп ойлаймын.